Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамдағы орнын, зағип тұлғалардың өмірлік ұстанымдарын оқырмандарға насихаттау мақсатында «Жүректегі жанарлар» атты өмірбаяндық шолуды ұсынады. Итальяндық мультиинструменталды әнші, классикалық және танымал әндер орындаушысы, опералық музыканы дәріптеуші Андреа Бочелли 1958 жылы 22 қыркүйекте Пиза қаласының маңайындағы Лаятико ауылында дүниеге келген. Жастық шағы туған фермасында өтеді. Бочелли жас кезінен фортепиано, сырнай және саксофон аспаптарында ойнауға үйренген. Әнші жастайынан көз проблемасына шалдыққан. 12 жасында футбол ойнап жатып, басына доп тиеді. Сол оқиғадан кейін оның көзі көрмей қалады. Жасөспірім бола тұра Андреа бірнеше вокалды сайыстарды ұтып, мектептік хордың солисті болады. Опералық музыкаға құмар болған Бочеллидің бүкіл өмірінің арманы мен мақсаты ұлы тенор болу еді. 1994 жылы Бочелли Сан-Ремодағы музыкалық фестивальда дебютінен ойдағыдай өтеді. Қыркүйекте Паваротти жас тенорды жеке түрде Модена қаласындағы концерттік программаға қатысуға шақырады. Сол жылы Рождество кезінде Рим папасының алдында өнер көрсету құрметіне иеленеді. Стиви Уандер 1930 жылы 13 мамырда дүниеге келген. Ол ерте жастан бастап музыкалық түрде дарынды. Оның отбасы 1954 жылы Детройт қаласына қоныс аударып, онда шіркеудің хорында ән шырқады. 9 жасында ол фортепианода, барабандар мен гармоникада ойнауды үйренді. Ол 1961 жылы 11 жасында Мотоун тобының керемет тобынан Ронни Уайтты тапты. Ақ Мотоун рекордта Берри Гордимен бірге тыңдауды ұйымдастырды. Ол бірден жас музыкантқа қол қойды. Көзі көрмейтін фотограф Пит Эккерт скульптура мен өнеркәсіптік дизайн мамандығын тәмамдаған. Өкінішке орай, Йель университетінде архитектураны меңгермек болған Пит пигментті ретинит деп аталатын ауру салдарынан біртіндеп көру мүмкіндігін жоғалта бастаған. Ол оймен елестетіп, өзінің дыбыс, сипау, ес сезімдері арқылы фотосурет жасауды үйренген.